Ассалаумағалейкум оқырмандарым, сіздерге бүгін жылдам дайындалатын дәмі керемет, сүйкімді көрінетін муравейник тоқаштарының рецептін ұсынамын. Бізге тек қана 3 зат қажет: кез келген крекер печеньесі, қойылтылған сүт, вареная сгущенка, яғни грек жаңғағы. Алдымен печеньені оқтаудың көмегімен үгітіп аламыз. Қатты майда болуы қажет емес. Грек жаңғағында майдалап үгітеміз. Пышақтың көмегімен немесе алдындағыдай оқтаудың көмегімен де үгітуге болады. Дайындап алған печенье мен грек жаңғағын шұңғыл ыдысқа саламыз. Үстіне қойылтылған сүтті құйып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығы толықтай араласқаннан кейін кез келген тоқаш пирожный формасына келтіреміз. Тоқаштарымыздың үстін ерітілген шоколадпен әрлейміз. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойсаңыз тіптен керемет болады. Немесе бірден шайға ұсынсаңыздар да болады. Сондай дәмді әрі жылдам дайындалады. Қонақтарыңызға немесе жақындарыңызға міндетті түрде тәтті шайға жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, каналға жазылып, басқа да рецепттерді тамашалап, жаңалықтар күтіңіздер. Көргендеріңізге рахмет, ас болсын.